Достар, бүгін сіздерге медовик тортын, яғни пирогын қалай жасалу жолдарын үйрететін боламын. Бұл жерде өзім қолданатын оңай әдісті көрсететін боламын. Бұл жерде 150 грамм медовик, то есть шедра или тамайы, сосын әсел саламыз бір банка. Оның артынан 7-6 ас қасық қант саламыз. Сосын орташа отқа қойып қайнатамыз. Суы толығымен шығып, май ергенге дейін осылай қайнайтын болады. Сосын оның артынан бір ас қасық ас содасын саламыз. Ол көпіршіктеніп осылай көтеріледі, бір қайнайды и басылады. Басылғаннан соң бір қоңырқай түске енеді. Қоңырқай түске енгеннен соң жақсылап суығанға дейін қойып қоятын боламыз. Ол суыған кезде біз өзіміздің келесі сұйықтығымызды дайындаймыз. Бұл жерде 4 жұмыртқа, 3 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Мен тек кіші жұмыртқа болғандықтан 4-те қолдандым. Жақсылап миксерлейміз және оған аз ғана ұннан қосатын боламыз. Ұнды аз-аздан қосып жақсылап миксерлейміз қазір. Бұл жерде аз-аздан ұн салып, жақсылап тағы миксерлейміз. Бұл ұн араластыруымыздың себебі қазір сұйықтығымыз араластырған кезде ұндарымыз дұрыс араласпай қалмау үшін алдын ала осылай араластырып аламыз. Және де тағы да аз-аздан ұн салып қопсытқыш саламыз. Оның артынан жаңағы толығымен тағы да миксерлейтін боламыз. Оны араластырып, жаймен аз-аздан ұн салып араластыра беретін боламыз. Белгілі бір өзімізге қажетті сұйықтық дайын болғанша. Пергамент 4-еу дайындап алдым мен. Соған бірдей көлемде барлық тестамызды жайып шығатын боламыз. Тестамызды жайып жатқан кезде пешімізді дайындап қоямыз. 180-200 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Сосын осылай жаймен пісіріп бастаймыз. Пешімізде тез піседі, өйткені біз жұқа етіп жаямыз. Сол кезде тез қарап тұруларыңыз керек болады. Ұзағымен 5 минутта піседі тестамыз. И қажетті формамызды өзіміз сосын кесіп ала береміз. Бұл жерде менде 4 бөлікке бөлінді. Жан-жақтарын кесіп, мен өзіме қажетті бетіне себетін етіп майдалап аламын. Яғни ұсақтап, жақсылап дайындап аламын. Жақсылап жайып болдым. Енді кремге дайындаламыз. Бұл жерде сгущенкамен шедра лето. Тоже көз мөлшермен өлшейтін болдым. Жақсылап миксерлеп дайындап қойдым. И осылай кесіп дайындап қойдым. Сосын осылай кремдерімізді де 2-3 қасықтан салып, тез жайып, үстіне қойып шығамыз қоржықтарымызда. Менде көлемі кішкентай болып шықты. Негізінде сіздер өздеріңіз қалағандай етіп, үлкен етіп пісірсеңіздер болады. Ол үшін жаңағы 2 банка әсел салып, жаңағыда 5-6 жұмыртқа салсаңыздар, көлемі өздеріңіз қалағандай етіп шығатын болады. Бізде үйде қайнатамын және күйеуім ғана болғандықтан, қыздарым аз көлемде пісірдім. Тек ауыз ашқанға, шай ішкенге ғана деп. Үлкен көлемдерде мен тек үйде жиын болған кездерде ғана пісіретін боламын.